Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы HTML тіліндегі сілтемелер. Сабақтың мақсаты веб парақшаларды әзірлеуде HTML тегтерін қолдану. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын өткен сабақта алған білімдерімізді тексеріп көрейік. Ол үшін мынандай сұрақтарға жауап іздеп көреміз. Тегтер дегеніміз не? HTML тілінде қолданылатын командалар. Екінші сұрақ. HTML тіліндегі міндетті тегтер. HTML, head and body. Кесте құру тегтері. Table, tr, td. Мәтінді келесі жолға көшіру тегі. br, жұпсыз тегі. Бесінші сұрақ. Суретті кірістіру тегі. img, src тегі. Дұрыс. Оқушылар, бүгін біз сабақта мынандай терминдерді қолданамыз. Бәріміз бірге қайталап көрейік. Anchor. Anchor. Сілтемені енгізу. Body link. Сілтеменің түсі. HTML, head, body. HTML, head, body. Міндетті тегтер. href, hypertext reference. Hypertext reference. Сілтеме жолы. img, src. Суретті енгізу тегі. Title, br. Тақырыпты енгізу. br. Мәтінді жаңа жолға көшіру. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақта біз жаңа тегтермен және жаңа ұғымдармен танысамыз. Гиперсілтеме, hyperlink, локальды дискіде немесе компьютер желісінде орналасқан құжат ішіндегі басқа бір элементке, мәтін, тақырып, сурет, тағы басқаларға басқа объектіге сілтеме беретін гипермәтінді құжаттың бір бөлігі. Сілтеме енгізу үшін anchor тегі қажет болады. Сілтеменің қайда жолдайтынын көрсету үшін тегтің href, hypertext reference атрибутын пайдаланамыз. HTML тіліндегі гиперсілтеме тегтерін мысалдарда қарастырып көрейік. Бірінші мысал. Сілтеме қазақша Wikipedia сайтына апаратын болса, href атрибутының мәні https://kk.wikipedia.org тең болады. Осы тырнақшаның ішіндегі жазу қазақша Wikipedia сайтының толық адресі немесе сайттың URL-і деп аталады. Жазылу әдісі мынандай. HTML, head, міндетті тегтері жазылады. Title тегтерінің арасында атауы жазылады. Мысал 1. Head тегі жабылады. Body тегі ашылады. Және сілтеме жазылады. Одан кейін сілтеме атауы жазылады. Қазақша Wikipedia-ға сілтеме. Сілтеме тегі жабылады. Body және HTML тегтері жабылады. Нәтижесі мына суретте берілген. Гиперсілтеме тегтерін қолданудың екінші мысалын қарастырып көрейік. Егер бір беттен екінші бетке көшу керек болса, онда беттің толық адресі керек емес. Мысалы, ahref 2bet.html екінші бетке көшу үшін басыңыз. Сілтеме тегі жабылады. Егер 2bet.html беті веб-сайт бумасында орналасқан болса, ал сілтеме басатын бірінші бетіміз буманың сыртында орналасқан болса, онда былай жазылады. ahref тең болады. Веб-сайт сызықша 2bet.html екінші бетке көшу үшін басыңыз. Сілтеме тегі жабылады. Жазылуы мынандай. HTML head тегтері жазылады. Title тегтерінің арасында мысал 2 атауы жазылады. Head тегі жабылады. Body тегі ашылады.
және сілтеме тегтері жазылады. Body және HTML тегтері жабылады. Нәтижесі мынандай. Екінші бетке көшу үшін басыңыз дегенді басқан кезде сілтеме нәтижесі екінші бетке көшеді. Гиперсілтеме тегтерін қолданудың үшінші мысалын қарастырып көрейік. Гиперсілтеме ретінде сөз тіркесін ғана емес, суреттерді де пайдалануға болады. Суреттер мәтін сияқты сілтеме бола алады. Ол үшін AMG тегі сілтемелерді анықтайтын A тегінің арасында орналастырылады. Осындай суретке курсорды алып барсақ, ол курсорды сілтеме мәтінге бағытталған кездегідей түрге келеді. Мысалы, ahref comp.html emg src тем болады comp.jpg. Сілтеме тегі жабылады. Жолында emg src тем болады comp.jpg тіркесі гиперсілтеме ретінде кішкене компьютер суретін береді. Оны шерту арқылы компьютер туралы мәлімет беретін файлына comp.html ауыстырады. Сонымен қатар дыбысқа да сілтеме жасай аламыз. Жазылуын қарастырып көрейік. HTML head міндетті тегтері жазылады. Title тегтері арасында мысал 3 атауы жазылады. Head тегі жабылады. Body тегі ашылады. Және сілтеме тегтері жазылады. Сонымен қатар мына жерде width және height қосымша тегтері қолданылған. Олар суреттің көлемін анықтайды. Body және HTML тегтері жабылады. Нәтижесі мынандай. Компьютер суретін басқан кезде сілтеме нәтижесі келесі бетке көшеді, яғни компьютер туралы ақпаратқа көшеді. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды бекіту үшін мынандай тапсырма орындап көрейік. Сіздер білесіздер, биыл Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл толады. Абай Құнанбайұлы ғұлама, ойшыл, ақын, ағартушы, ұлттың жаңа әдебиетінің негізін қалаушы, аудармашы, композитор ретінде ел тарихында өшпес із қалдырғаны сөзсіз. Енді бүгінгі тапсырмамыз мынандай. Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған мини-сайт жасау. Мини-сайт 3 веб-беттен тұру керек және гиперсілтемелер арқылы байланысу керек. Бірінші веб-бетте басты бет, барлық сілтемелер және Абай Құнанбайұлының өмірбаяны туралы сайтқа сілтеме болады. Екінші веб-бетте Абай Құнанбайұлының фотосуреті орналасады. Суретті басу арқылы үшінші веб-бетке көшеді. Үшінші веб-бетте Абай Құнанбайұлының қыс өлеңі орналасады. Тапсырманы орындауға арналған дескрипторлар қажетті веб-беттерді құрастырады, суретті веб-бетте орналастырады және қажетті атрибутты қолданады. Веб-беттерді құрастыруда қосымша тегтерді қолданады. Веб-беттерді сақтайды. Ал енді оқушылар, тапсырманы орындау жолдарын қарастырып көрейік. Бірінші веб-беттің жазылуы мынандай. HTML head тегтері жазылады. Title тегтері арасында Абай 175 атауы жазылады. Head тегі жабылады. Body тегі ашылады. Және сілтеме тегтері жазылады. Сонымен қатар, бұл веб-бетті құрастыруда BR және P қосымша тегтері қолданылды. Body, HTML тегтері жабылады. Екінші веб-беттің жазылуы мынандай. HTML head тегтері жазылады. Title тегтері арасында екінші бет атауы жазылады. Head тегі жабылады. Body тегі ашылады. Және Абай Құнанбайұлының қыс өлеңін көру үшін суреттің үстінен басыңыз мәтіні жазылады. BRP қосымша тегтері қолданылады. Сілтеме тегтері жазылады. Және де қосымша мына жерде width және height тегтері қолданылған суреттің көлемін анықтау үшін. Body, HTML тегтері жабылады. Үшінші веб-беттің жазылуы мынандай. HTML head тегтері ашылады. Title тегтері арасында мысал 3 атауы жазылады. Head тегі жабылады. Body тегі ашылады. Және де
Қыс өлең жазу үшін біз шрифт типін жаздық және өлшемін 4 деп бердік. Және BR тегі арқылы Абай Құнанбайұлының қыс өлеңі жазылады. Body HTML тегтері жабылады. Ал енді оқушылар тапсырманың нәтижесін көру үшін веб құжатты браузерде ашамыз. Сіздер көріп тұрған бұл бірінші бет. Бұл бетте Абай Құнанбайұлының өмірбаяны және Абай Құнанбайұлының қыс өлеңі атты екі сілтеме орналасқан. Бірінші сілтемені басайық. Сол кезде Абай Құнанбайұлы туралы ақпарат ашылады, яғни Википедия сайтына сілтеме жасалады. Кейін оралайық. Енді Абай Құнанбайұлының қыс өлеңін ашып көрейік. Сілтемені басамыз. Және мына жерде екінші бет ашылды. Абай Құнанбайұлының қыс өлеңін көру үшін суреттің үстінен басыңыз. Суреттің үстінен басамыз. Мына жерде міне қыс өлеңі ашылды. Бұл бізде үшінші веб бет. HTML тіліндегі сілтемелер тақырыбы бойынша қосымша ресурстарда орналасқан ақпаратпен танысып, өз білімдеріңізді жетілдіре аласыздар. asu.kz және үйрен.kz сайттарында орналасқан қазақша ақпаратпен таныса аласыздар. html5book.ru, htmlbook.ru сайттарында орналасқан орыс тіліндегі ақпаратпен таныса аласыздар. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.